Ол әңгімесін бастады. Маралдың мен тұратын пәтерге қарсы орналасқан жалдамалы 2 бөлмелі тетя Машаның пәтеріне көшіп келгендеріне бірнеше ай өтіп, жасымыздың шамаластығына қарамастан бұлай ашық сырласып отырғанымыз бірінші рет. Ол өз өмірінен сыр шертті. 5 жыл бірге оқығанда егіз қозыдай бірге жүріп, күйіп-сүйіп қосылған бекжігітпен 10 жыл бірге өмір сүріп, дүниеге 2 сәби әкелгенмен дәм тұзымыз жараспай ажырасып кеттік. Бұрын ешкімді менсінбей, махаббат деген адам өмірінде бір-ақ рет оянатын сезім деген ұстанымның жетегінде жүргенмен, жолым болмағаннан кейін бетім әбден қайтып қалды. Махаббат атты теңізге жұбыммен шомылуға үлкен әзірлікпен келгенмен, өмірдің үлкен соққысын алдым. Өмірде мен үшін бекжігіттен басқа жігіт те, еркек атаулы да болмайтындай еді. Сөйткен жұбайлық өмір мен сүргендей болса, өмірде еркексіз өтейін дегенмін. Сондықтан болар, еркек деген сөзді естісем болды, бір жабайы хайуанның атын естіп, көз алдыма қорқынышты бейнелер келгендей. Түрбасым келіскен, өз ісіме пысық әйел болған соң ба, әйтеуір үйленемін, маған күйеуге шық, балаларыңа әке орнына әке болам дегендер де, я болмаса, ойнап күлейік, өмір деген ертең-ақ бір күндей болмай өте шығады, өкініп қаласың деп пәлсапа соғатындар да кездесті. Жұмысым банкте болғандықтан ба, жұмыста да алдымыздан өтетін адамдардың көбі еркектер еді. Қонақтық пен туған күн кештерінде немесе мейрамдағы отырыстарда біреулердің тола бойымды бастан аяқ көзімен тінтіп, я еркек көзімен сынай қарағанын сезсем, сол жерден сылтау айтып, тезірек жылыстап кетіп қалуға тырысамын. Осылай балалар деп, жұмыс істеп жүргенде күйеуіммен ажырасқаныма да зу етіп 4 жыл өте шығыпты. Жасым 35-ке толғанымен, маған 26-28-ден артық бермейді. Уақыт бәріне емші деген шын екен. Күйеуімнен көрген қорлығым ұмытыла бастады. Түн баласы азапқа түсе бастадым. Әсіресе махаббат, еркек пен әйел қатынасы туралы кітаптар оқып, телевизордан түнгі сеанстарды көрсем, төсегімде қырық аунап ұйықтай алмаймын. Өмір бойы әкеммен тұрып, оған тас қорғандай арқа сүйеп келген шешем де мені күйеусіз өліп қалатындай көріп, әйел қырық шырақты деген, бір шырағың сөнсе басқасы бар, бетіңнің әрі барда сенімді біреуді тауып ал, айналаңда жігіттер шыбында үймелеп жүр, балалар саған қолбайлау болмайды, өзім бағып өсірем деп, шыбынша үймелегендердің 2-3-еуінің жақсы жақтарын жеткізіп, тек мен тиген жағдайда қиналмай-ақ түзеліп кететін кемшіліктерін айтып, жілікше шаға бастайды. Бір балаға зар болып жүрген дос келіншегім Қарашашта, жоқ бекзаданы күткенің жетер, жерге түссеңші, ана жынды байсымағың басыңды ешкімге қарамайтындай дуалап қойған ғой, дейді. Жігіттермен әзілдесіп, ашық жарқын отырамын. Одан әріге бара алмаймын. Одан әріге бару үшін басты бір нәрсе жетпейді. Ең аяғы жан тәнім мен дене құрылысымды қайта жасап шығу қажет сияқты. Төсек жайлы ойласам, көңілім құлазып сала береді. Менің жанымды кім түсінсін? Ең жақын адамдарымда түсінбейді деп оңашада күрсінемін. Менің де ойнап күлгім келеді. Бір рет жолым болмады деп, өзімді әйел ретінде жерлеп тастамай, сүйгім келген, сүйікті болғым келген. Біреудің сүйіктісі болсам, еркек құшағында ләззат алып, оған да ләззат беріп, денем балқып жатса ғой шіркін дегенмін. Күйеуіммен алғаш қосылғанда ұзындығы 3 метр, ені 2 метр пәтерде уақыттың қалай өткенін білмей, жан тәніміз қосылып, бір адамға айналып, жан ләззатымен тән ләззатына тоймай, күннің қалай атып, кештің қалай батқанын білмеуші едік. Бір-бірімізге керек нәрсе екіншіміздің бойымыздан табылатын. Еркек пен әйел қатынасының әліппесі бір бөлекте, ол туралы терең әңгіме бір бөлек екен. Еркек пен әйел қатынасы туралы терең әңгіме дегеннің өзі де өмірде кездесетін нәрселердің жартысын да толық суреттеп жеткізіп бере алмайды екен. Неге біздің мектептің жоғарғы кластарында жұбайлық өмірге үйретпейді екен деймін. Кішкентайымыздан тамақ ішуге, киім киюге, үсті басымызды таза ұстауға, оқуға, жұмыс істеуге үйретеді. Ал адамға ең керек нәрсе жұбайлық өмірге, еркек пен әйел қатынасына үйретпейді. Тіпті тыйым салынған нәрсе секілді сұрасаң, біреулері әлі саған ерте десе, екіншілері ол әркімнің жеке салатын дара соқпағы дейді. Ол соқпақты әркім өзінше салады. Ол ғылым болса, оны әркім өзінше оқып үйренеді. Біреу кітаптан, біреу көшеден, біреудің айтқанымен, оған дағдыландыратын да біреу жабайы түріне, біреу әдемісіне, біреу ерте, біреу кеш үйренеді екен. Өз соқпағын табамын деп адасып, қателесіп жатқандар қаншама. Менің қолымда билік болса,
Күйеулерімен тату-тәтті тұрып жатқандарды да, 20 жастағы әйелдерді де бір бөлек, 30-дағыларын бір бөлек, 40-тағыларын бір бөлек үйретіп оқытса, тәжірибе алмасса, туындаған сұрақтарға бірге жауап берсе, көп мәселе шешілер еді. Еркек пен әйел арасындағы түсінбеушіліктер болмас еді, ажырасулар да аз болар еді. Балалар әкелері бола тұра, тірі жетім атанбас еді деп ойлаймын. Көп проблема түсіністікпен, түсіне алмаудан, түсініскісі келмегендіктен туындайды емес пе? Жеңгеңнің, әкпенің, ененің ақыл кеңестермен шектеліп қалмау керек. Себебі бір үйдің, бір ауылдың әйелдеріне ұят көрінетін нәрсе екінші үй мен екінші ауылдың әйелдеріне ұят емес, қалыпты жағдай болып көрінуі мүмкін. Бұл мәселеге де кеңірек бір ауыл не бір облыстың шекарасында емес, одан да кеңірек қарау керек секілді. Мен күйеуіммен ажырасып кетуіме себеп, мен 15 жыл бойы қаншалықты сүйсем, 15 жыл бірге тұрған уақыт ішінде жақын біле келе соншалықты жек көріп кеткенмін. Біздер кездесіп бірге қыдырып жүрген кезімізде ол маған тек жақсы жағынан көрінуге тырысқан, мен де оны тек жақсы жағынан көруге тырысыппын. Ал екінші себеп арамызда еркек пен әйел арасындағы гармонияның, яғни үйлесімділіктің жоқтығынан да еді. Онымен төсекте әйелі болғандықтан, амалсыздан жұбайлық міндетімді өтеу үшін жататынмын. Ол өз қызығымен өзі болып жатқанда, мен оның бір қажет затының міндетін атқарып, ештеңеге араласпай, жұмысын қашан бітіреді екен, тез бітірсе екен деп жататынмын. Кейде тезірек ұйықтап қалса екен деп, үй шаруасын істеп жүріп аламын. Бірақ ол ұйықтамайды. Оның айтуынша, артық энергияларын шығарып алмай, ұйқысы келмейді екен. Одан қалса түнде де таңертең де мазалайтынын қайтерсің. Дүниеге бірінші сәбиім келгеннен кейін төсек мәселесі маған тозақ секілді көрінді. Еркек десе, артынан төсек мәселесі қылтиятынын білетін маған біреуді тауып алу қайдан. Еркектердің бірі жақсы көретінін, бірі үйленгісі келетінін айтса, кейбірі мені тоқал ретінде алып, бөлек отау жасайтынын, ақшадан да басқасынан да кемдік көрмейтінін айтып шаршады. Соңынан кейбіреуі неткен салқын әйелсің деп теріс айналса, күдер үзбеген кейбіреулері 3-4 жыл осылай тып-тыныш жетегіңе намаз оқып жүресің бе деп, дені сау, өзі сұлу әйел, әншейін ішкі мұңын сыртқа шығармай жасырады да деп, аяушылық білдіргендей болады. Өмір, табиғат заңы өз дегенін істетеді ме? Әлде өзімдей дос құрбыларымның сөзі қамшы болды ма? Мен біреуді іздеуге бел шеше кірістім. Үйленемін дегендердің бірімен бірінші рет төсектес болып едім. Ертеңіне ол мені меншіктеп алып, мен сені ұнатамын, төсекте де ұнайсың, үстіңе бір түсті көйлектер киіп жүр, мен көйлектердің клеткасында, полоскасында ұнатпаймын деді. Менің қандай түсті көйлектерді ұнататынымды да сұраған жоқ. Оның үстіне бір түсті көйлектерін әкеліп тастағандай сөйлейді. Оның осыдан кейін ұнатпайтынымды да, төсекте де ұнамайтынын айтқан жоқпын. Тек қош бол, енді хабарласпа дедім. Енді үйленемін дегенді қойып, олар мені меншігін заттай көретін секілді, тіпті олардың талғамымен киінуді де талап етпек. Ал мен өз басымның ерікті болғанын қалаймын. Ойнап күлейік дейтіндерді көрейік дедім. Олардың бірі, әбекең, ресторанға барамыз, әдемі киініп отыр, алып кетемін деген соң, барымды киіп шыққанда ол нағыз қыз жібектің өзі болыпсың ғой деп, ризашылығын жасыра алмаған. Қымбат шетелдік машинасымен бір ресторанға апарды. Онда шу көп екен, музыкасы да кілең орысша деп екіншісіне апарды. Әбекеңнің де танымайтын кісісі жоқ екен. Мұнда да алғашқы ресторандағыдай біреулермен жапырлап амандасып жатыр. Онда қымбаттығына қарамай тамақ мәзірі мәз емес екен деп, ақыры ортанқол кафеге отырдық. Бірнеше жұма онымен дружить етіп жүріп, төсектес болғанда, 40-қа толмаған кәсіпкер жігітке сезім де әйел де керек емес, тек сұлу нақсүйері, не екінші әйелі бар деген атақ қана керек екенін түсініп, онымен де бір жола қоштастым. Шыбынша үймелегендердің ішіндегі екеуінен көңілім қалғанымен, үшінші бойдақ ажырасқан еркекпен, мен саған не үшін керекпін? Байы жоқ әйел болған соң коллекция үшін керекпін бе деп төтесінен сұрадым. Ол да жігіт екен, мәймөңкелемей берген жауабына шалғаннан сөз жаздадым. Мен секстің әр түрімен айналысқым келеді. Видеолардан көргендерді істеп көрсем деймін. Еркек пен әйел төсекте бір-бірінің қалағанын істеуге әзір болса ғана төсек қатынасының мәні ашылады деді. Мен мұндай пікірге келіспейтіндіктен экспериментке бара алмайтынымды білдірдім. Еркек пен әйелді төсек қатынасына апаратын жол меніңше өзі өзінен еш әзірліксіз оянған сезімнен кейін табиғи түрде пайда болуы керек сияқты. Сөйтіп аз уақыттың ішінде 3 еркектің атын сызып тастап,
Жақсы еркектер әйелдерінің қасында ешкімге қажеті жоқ жаман еркектің маған да қажеті жоқ деп өзімнің интимдік өміріме моратория жариялап алаңсыз тірлігіме кірістім. Тіпті еркек жігіт дегенді ойымнан да өшірген секілді едім. Енді тек бар ойым жұмыста болады, карьера жасаймын деп бекіндім. Бірақ бәрі Құдайдың қолында деген рас екен. Жылы күздің жексенбісі еді. Балаларды мамам апарып тастап үй дәттеуге кіріскенмін. Кешқұрым әрең бітіріп қатты шаршап тұрсам да моншаға баруым керек болды. Оның кешкі сағат 10-ға дейін істейтінін білемін. Әрі үйден алыс болмаған соң әрі кір денеме таза киім киемін бе деп сол күйі кір киіммен бара салдым. Үстімде әктен ағал-жағал кофта, төменгі жағымда трико шалбар, басында кепештеп байлаған көнетоз орамал. Моншаға келіп ентігіп ішке кірсем, кезекте бірталай адам отыр екен. Моншаның бірнеше жеке кабиналы душы бар. Соған билет алып, мен де сол орынға жайғастым. Қарсы бетте 4-5 еркек кезекте отыр. Үстімдегі лас киімнен ыңғайсызданып, төмен қарап отырсам да, біреудің мені бақылап отырған көзқарасын сездім. Неге екенін қайдам, сірә лас киімнен ұялған болуым керек. Бұл не қылған адам деп басымды көтеріп қарауға да батылым жетпеді. Ішімнен өзіме ренжіп, әшейінде аттылыға жол, жаяуға сөз бермейтін өжеттігім қайда кеткен деймін. Кезегім келгенде ешкімге көз салмастан душқа кіріп кеттім. Рахаттанып душқа тиесілі 45 минут шомылып, шашымды сәл кептіріп, есік алдына шықсам, түн тастай қараңғы екен. Кісі аяғы басылған, көше қорқынышты. Көзімді қараңғыға сәл үйретіп алып, бір аялдамадай жердегі үйіме асықтым. Қатты шаршағандықтан ба, әлде көше асфальтының ойдым-ойдым жерігін әліме бір кезде сол аяғым кілт етіп оңбай құлап түстім. Көзімнен жас ыршып кетті. Қараңғыда ешкім көрмеді деп қуансам да, екінші жағынан тұра алмағаным жақсы емес еді. 1-2 минуттан басыма сан түрлі ойлар келді. Ешкім білмей жатып қалсам қайтемін. Біреулер ұрынса қайтемін деп уайымдадым. Бар күшімді жинап тұра беріп едім, жан даусым шығып кетті. Осыдан соң жақын жердегі аялдамадан біреудің сұлбасының маған қарай бет алғанын байқадым. Бойымды қорқыныш биледі. Жақындай бере тартып келе жатқан темекісін аяғымен басып өшірді. Өзімше намыстанып түк болмағандай бір аяғыма бар күшімді салып тұра беріп едім. Қозғалмаңыз деген ақырын болса да нық әмірлі дауыс естілді. Не ойларымды білмей, айналамды қолыммен сипалап тас іздедім. Не болса да қорғанып бақпақпын. Жақындаған ол менің ойымды түсінгендей, қорықпаңыз, сол аяғыңыз ғой, қане, оған күш салмай тұрып көріңізші деп мені демеп тұрғыза бастады. Бүкіл жан дүниеммен оның бет жүзін көрмесем де, бұл адамның моншадағы кезекте мені көзімен бағып сынай қарап отырған еркек екенін сездім. Қалай қолтығымнан демесе де, менің жүре алмайтыныма көзі жетті ғой деймін. Тұратын жерімді сұрап алып, қол дорбасын маған ұстатып, мойнымда мықтап ұстап ал деді де көтеріп алды. Өзімді ет жеңді болмасам да, біраз салмағым бар деп есептейтін мен, басқа шара жоқтықтан ба, әлде бейтаныс жанның аяқ астынан келген қамқорлық ұнады ма, айтқанын не кетпедім. Ол алқына дем алып, адымдап жүріп келеді. Өз ойларымен алысып келе жатқанымда, енді қалай қарай жүреміз деген дауыс естілді. Дауысы бар ғой, ондай дауысты естісең, айналарыңның бәрі бей-жай, мамыражай тірлік орнай қалғандай әсер етеді. Адамның даусының соншалықты әсер ететінін бірінші рет көріп тұрмын. Бір аялдамадай жерге көтеріп келген адамның алдында енді мен ыңғайсыздандым. Үйге кіріңіз, шай ішіп кетіңіз деп, бір жағынан аурудан, бір жағы ол сөздерді әншейін тек бергі жағымнан сыпайылық сақтап айтқаным үшін өзімнен өзім ұялып зорлана күлімсіредім. Ішімнен қайдағы шай деймін. Үй іші астан кестең. Бұрын жарған әге иісі маған ұнағанымен оған ұнамауы мүмкін. Бойым бейтаныс жанға үйренейін деді ме, мен оған зер сала қарадым. 43-45-тегі бойы еңгезердей тіп-тік еркек. Көздер адамға бір түрлі мұңды қарайды. Көзқарасы адамды тереңіне тартып әкететіндей. Тек бетінің көлемді жерін ала орналасқан, мұрны да өзіне жарасымды орналасқан. Істеген жақсылық үшін рахмет айтып, ақша мен бір шөлмек арақ ұстатып, үйден шығарып салу керек деп ойладым. Менің жалғыз екенімді білсе, кетпей отырып алса қайтемін. Тағы да ойына негелерін кім білсін деп ойладым. Жақсылығыңыз үшін рахмет. Менен қайтпаса Құдайдан қайтсын. Сигарет аларсыз деп 1000 теңге ақша ұсындым. Оған тәуірлеу арақ, не импортқа шығатын 5 жұлдызды Қазақстан коньяғы келетін білемін. Ол болса, жақсылықты Құдай үшін, не ақша үшін жасаған жоқпын деп түңкете қалды. Оған кейін үй үшін барлап үлгерсе керек, жалғыз болсаң мен ешқайда кетпеймін деді.
Шошып кетіп, «О не дегеніңіз, қайтыңыз, үйіңізге қайтыңыз» деп едім. Сені мұндай үйде жалғыз тастауға болмайды. 1-2 сағаттан кейін не болатынын